Дәл қазіргі сәт мен үйге келдім. Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль деген дамбалыммен. Мынау маманың бөлмесі Астанаға кетіп қалған, айрам сайрам қылып тастап кеткен. Тек туалет пен ванна ғана таза. Братан, шошып кеттім, жігіт жейдім. Мынау енді көрсеткен екен, до конца көрсетейін. Маманың шкафын қараңыздар. Ой, ой, не болады? Ужас. Анау Мына бөлменің де айрам сайраным шығып жатыр. Кухня вообще, мына мусорды қараңыздар. Мына холодильниктің іші мынау болып жатыр. Біз шашқан деп айтты. Жоқ, біз шашқан жоқпыз ғой. Мөлдір біз азанда ғана келдік үйге. Азағыңа дейін ешқандай нәрсе таза болған жоқ. Құдайдан қорықсай. Қорқам. Мына жақта мақұл енді біздің заттар кеше мынандай құлпынай алма алып келдік үйге. Мынау мама кешегі тойдан. Мынау мен. Мынау енді тағы не көрсетем болды. Ой, işte бардак болып жатырмыз. Бүгін бәріміз семейный үй жинаймыз, Мөлдір, е? А? Мөлдір бірге жинаймыз. Неге? Осы күнге дейін жинап келеді. Ой, осы күн. Мөлдірді көрсетейін десем, просто без хиджаба отырды. Или көрсете салайын ба? Көрсете беріп, просмотр жинайсың. Просмотр и күнә жинайсың десең. Семейный үй жинап жатырмыз депсіңдер ғой. Қан жинағандар. Кім бері жерген Мөлдірге? Бір жігіттері. Мөлдір жігіттері көп. Ол өз тани ма оларды, ол жынды ма оларды сала бер. Ақшасын құрта бере ма? Әйтеуір кім екенін айтпайды да. Зат алып беріп жібереді, гүл алып беріп жібереді. Зор ғой. Мен бейшарада ондай подарка де беріп жатқан жоқ қой маған. Есе үйді мусорын түсірмеген, конечно, бермейді саған. Салақ қыз екен деп. Мөлдір сыпайы, бұл үйді таптай қылып түсіреді, одан кейін жігіттер оған жібереді. Сені қырт салақ екен деп. Үйді мен шашпаймын ғой. Кім шашады? Сен шашасың, Арай, сен. Айбы? Мен қайтып шашым? Мен қалай қаяқтан шашам? Мен мысалы Астанада жүрмін.